Сенде осындай болды ма? Шорт саласың, қаралым жүрет, 1000, 3000, 5000, 7000, 10 000. 10 мыңға келіп тіреледі. Сосын тоқтайды. Бітті, әрі қарай қозғалмайды. Көп адам сол кезде айтады, алгоритм мені қысып тастады. Жоқ, мәселе алгоритмде емес. Бүгін мен саған шортстың неге 10 мыңда тоқтайтынын, алгоритм неге ары қарай итермейтінін түсіндіремін. Осы видеода толық талқылайтын боламыз. Бұл ақпаратты түсінсең егер сен, қаралымың артатын болады. Яғни қатты өзгеретін болады просмотрларың. Менің каналымды білесіздер, каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қоюды сұраймын сіздерден. Так, бірінші бөлімге өтейік. Алдымен бір нәрсені түсініп алуымыз керек. YouTube Shorts бірден сенің видеоңды миллиондаған адамдарға көрсетпейді. Осыған келісейік, Алдымен кішкентай аудиторияға береді. Мысалы 500 адам. Сосын қарайды. Қанша адам тоқтап көрді, қанша адам соңына дейін көрді, қанша адам қайта көрді, қанша лайк басылды, қанша комментарий келді. Осы сигналдар күшті болса, ары қарай береді, видеоңды жібереді ары қарай. Ал әлсіз болатын болса, тоқтатады. 10 мың деген көбінесе бірінші үлкен тест болып есептеледі. Екінші шортстағы маңызды нәрсе ол retention. Яғни адам видеоны соңына дейін көрді ма? Егер сенің шортсың 20 секундтық болса, бірақ адамдар орташа қарағанда 8 секунд көрсе, демек сенің видеоңда проблема бар. Ал егер 20 секундтық видеоны 18-20 секунд көрсе, ол өте жақсы. Тіпті қайта көрсе, видеоңызды ашып, ол тіпті күшті. Алгоритм былай ойлайды. Адамдар бұны қарап жатыр. Демек, қызық. Сол үшін оны басқаларға да ұсына бастайды. Үшінші, көп адам бірінші секундтарда өлтіреді каналдарын. Видеоларын өлтіріп тастайды. Ол қалай? Бірінші видео бастала салысымен. Сәлем достар, бітті. Адам өтіп кетті уже. Сенің видеоңда қарап отырмайды. Шортста уақыт жоқ. Бірінші секундта ұстамасаң кетті. Дұрыс хук. Шортс неге 10 мыңда өлетінін білесің ба? Деп бастайсыз видеода. Немесе, мына қате үшін YouTube видеоңды тоқтатады. Мына қатең үшін YouTube'да видеоңды тоқтатып тастайды. Яғни интрига керек видеода. Көп шортста бір проблема бар. Қызық бірінші 3 секундта, қалғаны бос. Адам қызықты алды да кетті. Retention түседі. Сол үшін видеоны этаппен құру керек. Хук, негізгі қызық, күтпеген нәрсе және қорытынды. Кейде проблема видеода емес, аудиторияда. Егер сенің арнаң бірде жасанды интеллект, бірде YouTube, бірде бизнес туралы, бірде жеке блог, бірде мотивация. Алгоритм шатасып кетеді бұл кезде. Кімге нені көрсету керек, қалай көрсету керек? Белгісіз. Сондықтан ниша өте маңызды. YouTube жүргізген кезде. Engagement, яғни лайк, коммент, біреуге бөлісу, сақтап алу, бұлардың бәрі маңызды YouTube'да. Егер адам көріп кетсе, бірақ әрекет жасамаса, яғни лайк, комментарий баспаса, сигнал әлсіз. Сондықтан CTA қолдан. Яғни сенде осындай болды ма, пікірге жаз, осындай нәрсені қолдану керек. Яғни кірген адамды видеоны до конца көргізу керек, және комментарий жазғызу керек, немесе лайк басқызу керек, немесе переслать ету керек басқаларға. Соның барлығын бір видеоның ішінде сыйыстыруыңыз керек. Келесі, көп адам трендті көшіріп салады. Біреудің музыкасын, біреудің трендін өзі көшіріп салады. Бірақ сол видеоны 1000 адам салады. Өйткені ол тренд болғаннан кейін оны мыңдаған адам салады. Алгоритмде бәсеке жоғары. Яғни, сенің қарсыластарың да дәл сол видеоларды салып отыр. Сол үшін сол трендтегі видеоға шамалы өзгешелік нәрсе қосуыңыз керек үшін. Өзіңіздің стиліңізді, өзіңіздің бұрышыңызды, мысалы өз мысалыңды қосуың керексің ішіне. Енді қорытындылайық. Шортс 10 мыңда тоқтаса, бұл жаман емес. Бастапқы үшін жақсы.
Бұл сигнал. YouTube саған айтып тұр, жақсысың, бірақ әлі жеткіліксіз. Сол үшін мыналарды тексер. Бірінші hook, екінші retention, үшінші аудиторияңды, төртінші engagement, лайк, комментарий, анау. Бесіншісі ниша. Осы 5 нәрсені дұрыстасаң, 10 мыңнан 100 мыңға қарай қадам бастайсың. Тіпті миллиондарға да атып кету мәселе емес. Шортсты алгоритм өлтірмейді, метрика өлтіреді. Егер видеоны дұрыс қолдан алсаң, дұрыс жүргізе алсаң, каналыңды атуы әбден мүмкін. Барлық нәрсе өз қолыңызда. Егер видео пайдалы болса, лайк бас, комментарий жаз, каналымызға жазыл. Пікірге сенің шортс қай қаралымда тоқтайды? Шортстарыңыздың просмотрлары қай кезге кеп тоқтап жатыр? Сол туралы жазып кетеміз. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна. Келесі сабақта кездескенше.